Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 24 çarşamba kuni. Biz sizlarga Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. Merkezileştirүү ve devlet hizmeti islatlarının devamı yana elektron hizmetlerinin amelge keçirilüvi, iqtisadiyat inkişafı ve tışkı borçlarının ödevi için devlet parasının doğru ulaştırılüvi. Bu yana Ukrayna Nazirler Kabineti ogunda olacak vazifeler. Bu haqda hükümetinin oturuşunda Ukrayna baş naziri Volodymyr Groysman bildirdi. Groysman o idare etken Nazirler Kabineti 9. Yuqarı Radanın 1. toplaşıvında istifa eteceğini aytdı. Ama keçuv devranda yana hükümet saylanılınca öz vazifelerini da eda edecek. Украина кыздыру мевсимине азырлармыз. Сайлауларнен, ама адамларга сыжаккылык да керек. Бун эле назирлер кабинетинин иш тертибине денишмелер кирсетмек керек. Бундан гайры яна назирлер үчүн назирликлер акында керекли малумат топларык. Бу эле бир яны анане. Капыны капытып кетмек дегилде, эр бирине максат вазифелер проблемаларны, олган эрешмелерни аңлатып кетмек. Москвада Арбия сыр Украина денежделеріне ярдым эткен Русия фаал Константин Котов якаланылды. Бұқта Фейсбукта оның досты журналист Виктория Ивлева хабар етті. Русия ақ құқық қорғаушыларының мәліметіне көре Котов Тверь районының ички ишлер бөлігінде тұтыла. Оны махкемеге алып кетecek олалар фаал июльнің 19-ында митингке келмеге давет етувнен ве паспортны бермеге рет етувнен қабатланыла. Июльнің 24-ында бірден эки Арбий СССР Украина нәждесінің доған күні. Никополь бронетанкер матросы Сергей Цибизов 22 яшына ве яны Капурейт буксерінің уйкен матросы Владимир Терещенко есе 25 яшыны толдыра. Денежделер енді 200 күнден зияды эсерліктелер. Кеченлерді федераль телекөсізлік хизметі тақиқат ишлеріні екінледі. Ве денежделер жинайет даванын материалларының таныш башладылар. Бұқта адвокат Николай Полозов білдірді. 2018 сенесі ноябрінің 25-інде Керич боғазы янында Русия махсус хизметлері Одесса лиманындан Азақ денізі бойы Мариуполь лиманына yol тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны Капурейт буксеріне ұжым етіп, оларны запт етті. 24 Украин денеждесі енді 8 ай девамында Русия әсірінде. Олар сынырны қанунсыз суретті кечувнен әсассыз қабатланыла. Украина ве халқара топлулығы Русиядан Украин денежделерінің азат етілмесіні талап еті. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының дениз укуқы халқара махкемесі Москваны денежделеріні дәрал азат етмегеве, гемелеріні кері қайтармаға мечбур етті. Кремль есе бұл қарарны көрмемесізлікке ұрды. Ла-Манш бекетіні учуджих тахтасынен кечмек Фрэнк Иджачы, Фрэнке Запата, Буюк Британия ве Фрэнкистан арасында ilk учушны 110 yıllығы мұнасибетейлі Ла-Манш бекетіні флайборднен кечечек ола. Завықхабата білдергеніне көре бұны yapmak үшін 20 даққа керек олacak, о 30 километрлік месафені учачак. Шуны да қайд етті ке азырланмақ үшін 50-ден 100-ге қадар саат керек. Лысычанск шерінің рус ишгалжилерінден азат етілівінің 5-ші елі. Мавы сары ренклі байрақ шер шурасы бенасы үзерінде 2014 сенесі елінің 24-інде кечер геже вақтында елпереділді. Луганск вилиетінің шәрі 2 ай девамында ишгалде олды. Лысычанскның живарында фаал Арбий әрекетлер майысының 22-сінде башланды. Анда Донбасс ве Луганск 1-ші батальонлары иштирак етті. Азат етілігі еллығыны мұнасибеті елі шер сәкенлері әлі қолғанларының абидесіне чечеклер қойды. Әлі қолғанларының арасында азат етув операциясын команданларындан бірісі полковник Александр Радиевский.
Донбассның вақтын жайышғал етілген бөлгелерінде жазаларыны чеккенда 64 mahkum Украинаға қайтарылды. Оларны тоқынма yollığı yanında Луганск вилиятының Счастье шәрі жеваранда теслим еттілер. Бұақта Украин омбудсмені Людмила Денисова білдірді. Mahkumлер Старобельск тақиқат тевқифханесіне кетірілді, анда давалары огренележек, sonra олар жаза ханелерге yollanılacaklar. 2014 сенесінден башлап Украина идаресі астында олған топрақларға 554 mahkum қайтарылды. Киевде мавы сары ренкле байрақ елпелетуының еллығы. Байрақ 29 ел әвелсі Киев Рада өзерінде тікленілді. Ондан әвелесе София келсесінде тәқдим етілді ве бинлерже адам топланған Киев Рада бинасына тантаналы тарзда кетірілді. Біраз вақыт девамында мемлекет пайтақты бұл күні беледие севиеде байрақ күні кебе кечереді. Фақат Киев мавы сары ренкі байрақ елперетілген ilk шәр олмады. Байрақ бірінші Львив вилиятының Стрий шәрінің Мэрия өзерінде тікленілді бүгінде 1990 сенесі Киев Рада өзерінде елпертілген байрақ Украина Милли музейінде сақлып тұра. Украина бірлігі үшін Украин байкерлері мото юрышны кечірмектелер. Бір автоавелсі олар Ужгород шерінден yolға чықты. Бүгінге қадар енді 30 шеріні айдап кечті. Кеченлерді оларны Миколаев шері қаршылады. Озынен бері байкерлер Украина ве Қырым татар байрақларыны алып кеті. Вилиетлерінің сынырында ерлі байкерлернен корышып, имзаланылған байрақларнен денішелер ве yolunu девам етелер. Байкерлер айтқанына көре мото юрышны кечіріп, олар адамларға Украина бір олғаныны көстермек істейлер. Акция Одессада екенленежек. Єдність, вона нам дуже потрібна. Бірлік бізге пек керек. Сонки вақытлары исе дадыз деді. Ве біз оз мисаліміздің Украин ве бөлінмес деген ғайенні білдірмек істейміз. Топрақларымыз тезже кері қайтыжақларына ишанамыз. Әршей яқшы олачақ. Үмітімізні кесмейік ве ғайымыз үшін күрешіні девам етеміз. Құрметлі серджелері, бұл дақиқаға бұсынке хаберіміз да чо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыны созынызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар күрішкенже.